Sizlerмен кездескенімізге біз өте қуаныштымыз. Мен өзімді бірінші таныстырып кетейін. Мен Әмилам Ахмет Аққали Қабижанұлы. Осы бұрынғы Гурьев педагогика институтының түлегімін. 90 жылы бітірдім. Сол бітіргеннен кейін тап сіздер сияқты ауылдық мектепте қарапайым мұғалімдіктен сол үлкен мектептерде басшылық қызмет атқардым. 2 ауданның депутаты болдым. Махамбет және Исатай ауданының. Кейін 2000 жылдары сол кездегі Қалел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің басшылығының шақыруымен университетте жұмыс жасадым. Сол университетте жүрген кезінде ғылыммен айналысып, тарих ғылымдарының доктор дәрежесін қорғадым. Профессорлық атақты алдым. Бірнеше кітаптардың авторы болдым. Бірнеше факультеттің декандары болдым. Бірнеше ұйымдарда мүше болдым. Проректор қызметін атқардым. Бұған дейін мен 2018 жылдан 2026 жылдың наурызына дейін Қалел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің кәсіподақ ұйымының төрағасы болдым. Наурыздан бастап бәріңіз білесіздер, Қылышбай сүндетұлы өмірден өткеннен кейін біздің барлық филиал, 7 аудан, қалалық филиалдың төрағаларының және барлық мынау ауданнан келген делегаттардың конференцияда қолдауымен бір ауыздан осы лауазымға тағайындалдым. Мен өзім 1983 жылдан бері кәсіподақ ұйымының мүшесімін. Әр жерде айтып жүрем, мен билетім сақтаулы. Тәуелсіздік жылдардан кейін жаңа билет шықты, ол да менде сақтаулы. Сақтайтын себебі мен тарихшымын ғой, бәрін сақтап жүремін. Мен сіздерге неге айтып жатырмын? Себебі мына азамат келді, біз оны танымаймыз ғой дегесін мен өзімнің өмірбаянымды айтып жатқаным. Сіздермен таныс болайын деп. Мен Құрманғазы ауданын өте жақсы көреміз. Неге? Құрманғазы ауданы басқа аудандарға қарағанда ерекше аудан. Неге? Себебі ол Ресеймен шектесіп жатқан аудан. Тарихы тереңде жатқан аудан. Осы ауданды кәсіподағын басқарып отырған адам өте ақылды адам екен. Ол кісі сіздердің құрметті мынау ағамыз есімі кім еді? Әуез ағай екен ғой. Әуез ағайға бір құрмет. Себебі бағана жұмыс басталған кезде осы мектептің директоры мынау Алтын Тілек Қабылқызы мотивация жөнінде айтты ғой. Сол кәсіподақтың төрағалары бастауыш ұйымның сол Әуез ағай арқылы сіздерге мотивация беріп жатқан. Ал осы кәсіподақ ұйымын басқарып жатқан Алмагүл Шадат қызы екінші рет мынандай бағана көріп отырмын, ең үздік деген атақты алған екен. Әуез ағай, осы жылда осы кісіге беретін сияқтысыз. Барлықтарыңызды құлақтарыңызға алтын сырға. Мынау енді Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы орта мектептің ұжымына мен өте ризамын. Себебі мен мында риза болған себебі неге? Сонау біздер енді анау Атырауда жатып, балғұдық пен сүйіндікті естісек, Құдай сақтасын аяқтан келе ме екен деп ойлаймыз ғой. Оказывается, келеді екен ғой. Анау кішкентай қарындасымыз келіп отыр. Оған бір қол соғылды. Өзінің мектебі үшін келіп жатыр. Өзінің мектебі осында білім алған. Мақтаныш қылып отыр. Сүйіндіктен. Балға айтып отырмын ғой, балғұдық, сүйіндік, сұмдық, үштаған дейтін жер бар дейді ғой. Мәс саған. Әуез ағам сұмдық. Ал барлықтарыңызға айта берсе өте көп нәрсе. Біздер жақында бүкіл аудандарды араладық. Менің келмей қалған ауданым осы аудан еді. Себебі еңбек қауіпсіздігі, яғни еңбекті қорғау жөнінде үлкен семинар өтті. Оған мен қатысқан жоқпын, келді. Кеше мына сіздердің жерлестеріңіз Атырау қаласындағы білім саласындағы
көрнекті тұлға деп айтуға болады. Бірнеше мектептің, бірнеше қоғамдық ұйымдардың, спорт школаларының басшысы болған мына ағамыздың Ғимранұлы, Бақытжан Ғимранұлы Мұсағали деген ағаларыңыз, сіздің жерлестеріңіз. Мен бұл кісіні неге ертіп келдім мына жерге? Бұл кісі осы жердің тумасы біріншіден, екіншіден 9 филиалдың ең үлкен құрамы бар, 12 мыңға жуық мүшесі бар, сол филиалдың төрағасы. Сол үшін қасыма ертіп келдім. Себебі бұл кісі осы 2004-тен бері кәсіподақ саласының әлгі қазақ айтады ғой, жілігін шағып, майын ішкен азамат. Одан кейінгі азамат, сіздердің ең үлкен ұйымның біреуі осы Құрманғазы ауданы. Сондықтан да мынау бүгінгі семинарда маған өте ұнағаны, мен өзіме видео жазып қойып едім. Мынаны видео арқылы тәжірибе алмасуға енгізуге болады екен деп едім. Анау қарындасым жақсы айтты. Мен Әуез ағайға айтып отырмын. Мынаны облыстық дәрежеде ұйымдастыру керек. Өкініштісі мен бүкіл филиалдың төрағаларын алып келуім керек деп. Бірақ біз ертең сайтқа да саламыз. Сіздердің тәжірибелеріңізді мына мектептің ұжымына, әсіресе директор ханым сізге алдым. Өте тамаша. Мынандай заманда мынандай ұйымдастырып, қоян қолтық кәсіподақпен жұмыс жасап, талай жерде көріп жүрміз ғой, кәсіподақ бір жағында айтысып, тартысып жүреді. Ол енді өмірдің заңы, солай болуға тиісті. Оған ешкімнің ренжуі қақысы да жоқ. Солай болуға тиісті. Бірақ мында кәсіподақпен басшы тамаша екен. Бұрын әлгі мектептің директорлеріне не беріледі ғой, көтепке берілді дегенде мен қарсы болатын едім. Ол кезде атқару комитетінің мүшесі, мен кәсіподақтың төрағасымын ғой филиалдың. Айтам, мектептің директоріне көтепке берілді деген не сөз деп. Ол антипоп бізге қарсы ғой. Ертең ол қанша кәсіподақтың мүшесі болса да өзінің мүддесін қорғау үшін ана маманды қорғамайды ғой деп едім. Мен сол кейбірде сол ойлаймын, сол пікірім қате болар деп. Себебі ол да бір қоғамның бір мүшесі ғой. Біз неге оны бөлуге тиістіміз? Ол менің қателігім болар деп ойлаймын ғой. Жас кезімдегі ойым ғой енді. Менің түсінігімде бұрынғы кезде басшы адамдар кәсіподаққа мүше болған жоқ. Бұл принципиально жасалған нәрсе. Ал қазір 133 адам мүше дегенге таңғалып отырмын да. Осы 133 адамның ең болмаса мен сияқты біреуі аманатқа қарсы шығатын адам бар ма екен деп ойлаймын қарғысында енді. Ондай емес екен. Мен әзіл ретінде айтып отырмын сіздерге, мотивация болу үшін. Себебі мына семинар ғой. Қатып қалған сөздерді айта берсек, ол оңай емес. Мен мынаны ойлап, бағана сіздерге 6 стол ма, 7 столды бізге берсе екен деп отыр едім. Бірақ бізге берілмей қалып, бізге берілсе, бізді жағын шығармай керек сіздер сияқты. Сондықтан да менің мынау екен. Ең бастысы, кәсіподақты қолдайтындар көп екен. Осы неде. Неге? Себебі кәсіподақтың қолдауын сезінген ұжымда осындай қолдау болады деген түсініктемін. Сондықтан да кәсіподақпен сіздер бір болыңыздар. Мына қарындасымды қолдасаңыздар, бұл кісі бүкіл ауданды кәсіподақтың төрайымы болатындай азаматтарын тәрбиелейтіндер. Әуез ағай, осындай азаматтар бізге керек. Мынау араларыңызда бір азамат отыр. Азамат деген азамат. Азамат жақында облыстық жастардың несі ертең жазда лагерге барады. Осы азаматқа біз сенім арттық. Қандай жастарыңыз бар деп айттық өткенде. Ертіп келіңіз, кәсіподақ мүшесі болып болса, біз қазан айында үлкен шара өткізгіміз келеді лагерде. Кілем жастарды алып барып, көрсін, білсін. Біз мәңгі нәрсе жоқ. Біз ойламаңыздар, қатып қалған адамның орны жоқ. Біз жастарды тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан мен айтатым, кәсіподақ әділдік, бірлік, адалдық керек. Сол бірлік, әділдік, адалдық жолында еңбек етуге бәріңізді шақырамын. Және осыны ұйымдастырып отырған Әуез ағайға ерекше рахметімізді айтамыз. Алыстан жақыннан шақырған сізге рахмет. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Сіз біздің филиалдардың ішіндегі ең жоғарғы төрағалардың төрағасысыз. Біз
деніңізді қатты сыйлаймыз, деніңізге саулық тілейміз. Ал мына мектептің ұжымына берген білімдеріңіз шәкірттерге молынан болсын. Өздеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Ал құрметті менің әріптестерім, кәсіподақтың белсенділері, әрдайым да осындай бірлікте, әділдікте, ең бастысы деніміз сау болып, осы мектеп үшін, қоғам үшін, соның ішінде ашық қоғам үшін жұмыс жасауға бәріңізді шақырамын. Айта берсе сөз көп, мен бәрін жаза беріппін, оны келесі кездескенде әуез ағайға айтып аманаттап, сонда айтамын.